Өткенге топырақ шашсаң, болашақ саған тас атады деген сөз бар. Сондықтан да әрбір ұрпақтың буын өкілдері, аға буын, орта буын, жас буын өкілдері болмасын, өткенімізді танып біліп, тарихымызды біліп отыруымыз маңызды. Енді былтыр мемлекеттік хатшы лауазымын атқарған кезінде осы Марат Тәжиннің төрағалығымен ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі ведомстволық жұмыс тобының кеңейтілген отырысында осы өткенімізді танып білу, оны боямасыз, бүкпесіз келер ұрпаққа насихаттау мәселесіне айрықша көңіл бөлінген болатын. Жалпы Жұбанелі Ақжайық ауданында да осы бағытта тарихымызды жас ұрпақтың санасына сол күйінде сіңіру бағытында көптеген ойлы, мазмұнды шаралар іске асырылуда. Аудан әкімінің қолдауымен өз өлкеңді өзгеден бұрын таны тарихи этнографиялық жорығы ұйымдастырылды. Енді бүгінгі бас қосуымызда көршілес облыс Атырау қаласынан арнайы меймандарымыз қатысып отыр. Батыстың жаңашыл белсенділері, жастар қоғамдық бірлестігінің мүшелері, осы жорықтың құрамы Парыз республикалық акциясы аясында бабалар ерлігі тәуелсіздігіміздің бастауы ұранымен осы ауыл елді мекенімізді бүкіл еліміздің түкпір-түкпірін аралап, өздерінің жүріп өткен жолымызға қатысты тарихымызда алтын әріптермен жазылуы тиіс оқиғалар жөнінде өздерінің ойларын ортаға салмақ.